Ev erken otura başladınız ya. Ayağı ben de takip O bence de. Koruma sıkıntı. Qarab turchi. Aytanın sözü var deb qo'ysam shu Qaynarga chaqirdim. namozga bormaydi, yoshqa berasiz. Raqam deb ayting. Devlet ağayımız kaydı. Kuy qayda? Devlet ağayın aslında argılar bolu kara geri qo'ng'iroqimiz var hani. Ana bir lan aldın. Alın daha bir ayın alıp geliniz endi. Hop bismillah. Hop bismillah koşun. Hop! Bарлықтарыңызға жастарыңыз жетсе осындай қуаныш сәтті көруге нәсіп етсін. Biz endi mınau nағашымызға жиендері мына Әбілхановтар әулеті бір тай. Міне танымен. Енді одан енді бүгін енді мынау қуаныш досымыздың туған күні тоже тұра түседі. Тыныш! Ал енді мынау енді бүгін енді мына қуаныш досымыздың туған күні, орнында туған күні. Енді бұл Дәулет ағамыздың жасын берсін. Бұл үлкен азамат, енді өз арамызда жүрген беделді азаматтардың бірі. Енді бұл енді Дәулет ағалардың жолын беріп, үлкен биіктерден көрінуге Алла тағала нәсіп етсін. Барлықтарыңыз той тойлап жүр. Енді сол ана қалай айтады анау құрғақ орамал ауыз жыртады дейді ғой. Міне енді, иә, қошын бірдеңе. Қошын міне, братан, саған мынау. Полный костюм, спортивный костюм, полностью. Иә. Сол енді бәріңізге рахмет. Алла разы болсын. Қазір енді Дәулет ағамыз өз біраз сөз айтады. Ал құрметті спортшылар және жерлестер, барлықтарыңыз куә болып жатқандай міне. Мен разымын осы барлығының бас аяғында жүрген мына Қуаныш пенен Сұңғат. Сондықтан Қуаныштың бүгін туған күні. Енді анау досы бірге жүргесін бөліп қалмайын деп, екеуіне менің де сыйлығым бар. Мынау мен өзім қол өнермен айланысам, қамшы өрем. Менің Қуанышыма. Шапаның киесің бе? Киесі, қай керекіз? Мен мына здоровый семей қалдым. Ой, молодец! О, дай олды. Бері қарасаңыздар міне, енді Сұңғат сосының жанында жүрген досы бірге жүрген.
kamçısымен. Yolların olsun aynalayım, en yolunu versin. Köp жасаңдар, осындай үлгіні жалғастыра беріңдер. Оқушыларың көп болсын. Ортаға екеуін 저건 아주 10m 전 민지 보시는 거죠. үлкен асып қойып жүріңіздер. Ер азаматтарды бастайық. Бегалы. Tamam. Allah şarasını tutsana kızım kursu Allah. Asıp koyuyoruz. Sizler tamamdan ol. Parmen ber. Жақсы. Başakıl apay aytты, parmen ber dedi. Olay olsa tegimen, tezek qavmen apay dost aytadi. Hürmetli dostlar, devlet bağımı yetken olganın atıp ötüp жатыр. Енді devletin belliğin verisinde осындан тұтатылғаннан кейін геология сонда мектеп директоры болды. Содан зейнетақыға шықты. Содан 70 жасқа толғанын осы ауылында атап өтемін деп және bir кезде қызмет істегенде жоқ көбіріне волейбол командаларды шақырып болған. Енді алдағы уақытта дәулеттің дені сау болсын, ауырмасын, бала шағасының ызығын көрсін, туыстары аман сау болсын. Осы туыстарының арасында жақсылықта жүре берсін, аманшылықта жолда. Ал қалай енді біз кішкене сыйлайық деп біреулер сөйлеп тұрғанда енді не айтады? Тыңдап, былай кішкене үлкен адамдарды сыйлап, кішкене тыныштық болу керек қой. Тамақты бірақ жей отырыңыздар артық еттеп. Енді мынау қайным болғаннан кейін мінекей бізден келіп қалдық алыстан 1200 километр жерден шыдай алмай
той десе қуғаш домалайды дейді. Міне осы ауылда бірге өстік, бірге тұрдық. Міне уже арамызда үй болған жоқ, мына қызыл көшеде көрші болдық. Мына басқа жақтан келген адамдар мүмкін танымауы да, кілебек арталас ағасы болады, менің жолдасым. Енді біз ертерек пенсияға шығып кетіп қалдық, балалардың соңынан еріп. Содан енді осы қайнымның тойына келдік. Менің шалым да осы жерде 60 жасын жасап кеткен, Өскеменде 70-ін жасағанбыз. Осындай юбилей жасай беруіміз керек. Өйткені қайдан білеміз, мысалы үшін арамыздың барлығы талай жолдастарымыз жоқ. Ол бір күнгі чай деген немене, былай қарасақ. Енді Дәулет, саған көп рахмет. Ойлы қырды адамдардың бәрін жинап, міне басын қосып, осындай туған ауылымызға келтіріп бізді шында да сағынып жүргенбіз, келеміз бе келмейміз бе деп сылтау іздеп жүргенбіз. Енді міне келіп, марқайып, туыс жағаттардың бәрін көріп, сондай қуанышты күйде тұрмыз. Дәулеттің өзінің сөзінде бар, мына Тілеудің 70 жылдығында сөйлеген. Мына ағаның үлгісін мен алып, мына жеңгемнің үлгісін баян алып өстік деген. Не сол сөзі әлі бүгінге дейін жадымда. Сендер де өте үлкен серия болдыңдар, балаларың барлығын ер жеткізсіңдер, оқыттыңдар, тоқыттыңдар. Дәулеттің 3 баласы Астанада тұрады, міне біздің жерлес болып кетті о жақта. 2 баласы Өскеменде тұрады мінекей. Енді сонда да ауылын жаңағы ұмытпай, осында келіп бәрін жинап отырғанына көп рахмет. Енді Дәулет, саған сен де міне шал болдың деп, 70-ге келдің деп, саған бір шапан жабайын деп тұрмын. Енді ол шапан дежурный шапан емес, ол бренд шапан. Оны ешкімге бермейсің, оны мен өзім сатып алдым, ешкімнің бұған кигізген емес. Онан кейін пакетім бар, әлем бар, конвертім бар. Оригинал çapan, paçalar giyetinde çapan. Geldim bu konvertim yetoyla. Al biz Osman'ı bittik, şimdi alım verip oldu. Rahmet. Ben gezdim ne olsun şu. Ben ustazım bir şey, o spor kıyafetlerinin biri olsun. Kadrlar, avdaslar, koygaslar, müşteriler, anneler, kardeşler, yaşadıktan devletin doyu kaybolup olsun. Bu devletin benim bazı çok bilet, buna yıldıranda gözüm, voleybol oynaganda biz futbol oynadım ben voleybolda benim sonunda geçirip maqam pas berip oturатын сондықтан ne жақсы бала шағасы аман есен өсіп жатыр. Өзі осы мектепте мұғалім болды, одан ары директор болып ол жақта жақсы қызметін атқарып аман есен міне 70-ке келіп отыр. 70 емес 90-ға кел, 90-нан асып кет. Берің сау болсын, Құдайдың жасын, Құдай өзі білет. Ол аман есен бол, бала шағаның қыздың өр, шөбере, немере шөбере көріп қызықса. Амин. Amin canım, aynen. Ben jaslikler arkadaşlar, o sözlüklerin bәрін қосыламын. Mına bizim markaydık olsun, pilav жинап, осы жолдастарымның ортасында бүкіл облыстан келіп отырған достарға мың рахмет айтамыз. Дәулет туасын сыйлап келіп отырғандарыңызға. Саған тек
Kana tiledim densauluk. Adamga en gerek densauluk koy. Bala şaranın kızığın gör. Osu balalar göz alında jaynar öse bersin. Ufaklarını köre bersin. Hakanı olsun. Öyle жақсылыққа жеткізе берсін. Денің сау болсын. Амин. Рахмет апай. Әмин айтқандарыңыз келсін. Тамағыңыздар. Onca koç. 80 lira. Zor densauluk. Tek değil ve yeter zaret versin. Bana şahan yürüyümde enerjinin çözülürsün. Амин. Bakıtlı ol. Ama olan beni jasay ver. Zor konuş. Zor densauluk. Жақнақсың. Amanasın gör. Balaşağın kızının gör. Nilgiri şöbürüsün gör. Biz kızıktap yürüyoruz. Rahmet. Rahmet. Aileden başlayız. Bakanlardan başlayız. Halkları verdi. Oyunda sağ olun. Dostlar, o devlet olsun. Dostlarına. Bu alanda ilan geri katan voleybol oyuncu, sporcu, azamattlar var. Bugün şurada da bizim devletin gelip şahsa gelip ne katayın gelip durmak yok. Nobaydan bir sokakta. Dostlar için zamanla gelip şurada tabi edeyim. Şimdi devlet Kazakistan'ın kaybettiği Toyota İngiliz'de şaması getirmen jigit. Şaması getirmen. Toyota İngiliz tabanına жүрген yok. Дегенмен de bugün жеріне келіп ауылдың азаматтарына той жасап көңілін көтеріп мерекені жинап жатыр. Енді тойың құтты болсын, дәулет денің сау болсын, қасындағы баяның аман болсын, қасында жүрген артынан ерген ұрпақтарың аман болсын, құтты болсын. Мені дәулет екенбіз дос болып араласқанымызды қырғызға аяқ қалды. Осы қазір бұрындары жиі кездесетініміз қазір бәрбіріміз ар жақта жүрміз. Дегенменде бір-бірімізді сағыныстырып жаттатып жатамыз. Амандық берсін, денсаулық берсін. Ауылға елімізге тыныштық берсін. Дәулет қадам бақыт тілеймін. Сен енді қызың көр, ұрпақтарың қызың көр. Денің сау болсын. Өмір жасың жай болсын. Қазір жері тұрсаңдар, бөлесің. Elin sağ olsun. Ortası kabul edin olsun. Bana şahanın kalsın olsun. Elin sağ olsun. Sözden tekrar sosyal. Özü almıştı başkanlarına sosyal. Amin. Hürmetli olmazsa, spor suyarlarında devletin tuğanının tutu olsun. Dinine sağlık, otmasına amanlık dileyip, Balaşağımızın gör. Aldığımızda yıkan komşuların sözü olsun. Vakıtlı onları ben. Rahmet. Devlet tekemiz küçük gezdim bir gol. Tekemizde koyuşun balası. Yayınımıza da bir gol oynayın. Bunun üstüne bir gol yok abi. Ayağımda çok zaten. Mikrofon uzaksınız abi. Mikrofon uzaksınız.
Benim sağ olsun, bana çayım ağır olsun. Rahmet. Nasıl bırak olsun. Bana çayım Rahmet. Rahmet. Var mı şöyle? Kıymetli ağızlarsa devlet ağaydır. Verito kılasın. Kilisa ortasama. Nasakat yakasına sokacaydı. Evlilik etme kızını gör. Bayan ediyor. Postas bahtı olmak içinde. Rahmet. Yoldaşlarım aman olsun. Öztürk yoldaşlarımıza yaxşılıkta tez-tezde vereyim. Rahmet, rahmet. Bakanın geçeceklerini. Bu kızlarımızın toyunda koşun tıktı, koşun söktük. Şimdi mine, söz 70 yılımız öde çıktı. Belki şehrine yollanday, bala çağlarımızın kızını gördük. Şimdi yer azamat oldu. 70 yaşının olan da hürmet yasaydı. Bala çağın kızını gördük. Aman esen gör. Biz herkes olduk. Bu bizi bunlar başlık koyuyordu. Şimdi solun zeynetin korumadı. Bala çağları toy jasap, yüzlerdi. Ötküzü жатыр. Amanlık olsun, en sağ olsun, en azamat olsun bala çağları. Baqıtlı olsun. Baqıtlarınızға жақсылық тілеймін. Amin. Oy rahmet geçer sizin avukatlar bilek. Ben dostum Oraz'dan ilgili Tribü'de kusurakan öz yok o. Sonun o yan yolda sorduğum yerde yıkamaz. Hürmetli Toşun Kavun, Devletlerim, bugün mine bizden dostumuz Davlet Ömürbayev Kasbanlı'nın 70 yaşına tolgan toyuna gelip jinalıp oturuz. Al Davlet, sağan birinci baylık diye sağlıkçının 70 otbasına armağanın canlarını verdiğin armağan ol. Ekerim Allah'ın rızasından kapsayıcı olan nasip etsin. Gözünü görüp doğrunan bez falan. Sulardan kızımın göz, emiri, çöbürünün kolundan maydalı calar. Biz mine yoldaş bulgalı Devletler 76. yılı Oktyabir'de uylandık. Biz 76. yılı Dekabr'de uylandık. Sodan beri qaray bayan men davletten yoldaşlığımga 48 yıl ötdü. Her balanın tuğanı, her balanın жүрgeni, her balanın kızığı biz üçün toy uman bolатын. Mine sodan ömür bolgandan keyin davletler Evropaga ketdi. Biz Ramaylar'da bitirge kettik. Sonda da bizдің dostluğumuz ayrılgan жоқ. Daim birge qayda bolsak da, quvonchda bolsak da, qayg'uda bolsak da, biz birge boldik. Al endi ol uchun men davletlarga iyilik basin deyip alqış aytам. Eng ayanchisi mening janimdagi yo'ldashimning ketib qolgani. Endi Allohning jazosi solay bo'lgan шығар. Toyga ulaşsın. Layım olsundaydı quvonchlar, qiziqdan bizlarga yetkazsa berek. Allah'ın bergan jasin jasaydi. Rahmet ama doğru. Olmayın koydum.
Опа! Ағамның достарын арнаймыз. Менің достарым арнаймыз. Толтыра біліп көрмедім олқар бош шағыр қатемді түзіп жолдасам дұрыс озғарып қиналған жақта көрісіп жүрек жылуы жүргің келсеңде қолтықтан берер достарым бірге жабыққан сәтте асқарып жанымды олар басқады жәнібір әуіз бастады сендерге арнап достарым Bizliktir kanca, bayansız dostlar, ömürlüdür. Kancama artar, birizlik tüver, cumhuriyet. Asırlardan sağ, canına diyar, dost dışı. Bu arada tanrı yürüdü umurken Çağırdan sesli hastalık Aldı sonundan sokakta da oynap şarkı oynadık. Olsun. Birinci oyundan değil, bir galasını şu oturmuşsun dedi. Niye? Buna birisi, toplar çıktırdı. Rahmet, kalmadı. Bir жақсы Семейде 60'tan жоғары деп ашық қойды. Енді мен естідім, мына Лешка Ибежановтың несінде 70'ten жоғары ойнайды деп. Білмеймін, соны анық па, өтірік па білмеймін. Міне айтам сендерден басқа. Ассалам тоғызғауым. Мынау Дәулет ағамен тойына, 70 жыл тойына келіп отырмыз. Қайырлы құтты болсын. Мынау көп тілесе көл ғой, бәр тілек қабыл болсын. Мына Дәулет ағаны біздің жаққа директор болып келгелі тармыз енді. Айтам, мен екеуінің арасында үй жоқ. Жол ғана бөліп тұр. Мен чөйт арғай тұрамын, мына кісі одан арғай. Мына кісілер районның сборында ойнаған үшеу бұл кісілер. Үшеуіне. Жақсы, мен просто сыртынан қарап жүретін. Көріп, мен ойлайтын доп. Квадратникін доңғалар екен, енді таяуда ғана жүрмін, доптың доңғалар екен. Ал ендағы бала-шағаны қызын көріп, немере шөберген заман көп. Баян апайларын екеулеріміз өмір жастарымыз ұзақ болсын. Көп жасаңыз, бәрі Алланың құлағын шалынсын. Ал Дәулет аға, тойыңыз құтты болсын, 100 жасаңыз, бала-шағаның қызын көріп, осыларыңызды жүре беріңіз. Баян апай екеуміз отырған қауымға бәрдеңізге денсаулық, ашық аспан, жақсылықпен болсын. Al Dәулет аға, бұғаңыз құтты болсын, қысыңызға жас қосылай берсін. Айтқан тілектердің бәрі Алланың құлағына шалып, енді екеуміз бақытты өмірін ғұмыр кешіңіз. Жақсы. қауым, Қалбатаудан сіздерге үлкен сәлем. Енді Дәулет аға мен Баян апай көрші болдық, жақсы көрші болып едік, енді болмай көрші кеттік. Енді Дәулет аға, осы тойыңыз 70 жылдық құтты болсын, жасқа жас қоса беріңіз.
денсаулығыңыз мықты болсын. Әрқашанда Баян апай екеулеріңіз қол ұстасып, осы өмірдің бәр жақсылығын бірге көріңіздер. Осыны ұйымдастырушыларға көп рахмет. Осындай үлкен той, қызықты бір отырыстарда Дәулет аға, Баян апайдар осы ауыздарынан тастамайтын, ылғи мақтап отыратын, содан осы сіздердің ауылыңызды көрейік деп Дәулет аға осындай үлкен той жасап жатыр деп, соны қуа болайық деп сіздермен бірге қуаныштымыз. Арғарайда той жалғаса берсін, той бола берсін. Бәрдеріңіздерге зор денсаулық. Рахмет осындай тойға. Рахмет ол. Дәулет аға, туған күніңіз қайырлы құтты болсын, тойыңыз тойғыласа берсін. Енді мына Дәулет ағады шақырту алғаннан кейін енді той десе қубатты оңалайды деп анау жарым ауданы Қалбатау ауылынан келіп қалдық. Алыс болса да әйтеуір таңғы төрттен шығып кешеден бері дайындалып осы той деп. Енді осы тойлар, ауылдарымызды көрейік деп. Осы Баян апай мен Дәулет ағалды осы ауылдарымызды мақтап отыратын, әркімден туған жерсіздік қой әрине де, кіндік қан тамған жер. Сондықтан көрдік, енді міне жақсы екен, жап-жасыл шіркін деп қоямыз мына жерде бие сауық. Сауық бие қымыз жасайтын жер екен, нағыз деп қоямыз, келіп бір шай жатып сауда жасап кетеміз ғой дейміз. Биелеріміз сау бие. Солай сол енді бәрі жақсылықта болайық, той-тойғаласа берсін. Енді 80 жыл, 90 жыл деп Баян апайдың туған күнін бәрінде бірге атсалысып жүре берейік. Қыста өзіміз барып қайтқанбыз, осы бір шайымызды ылғи бөлісіп ішетін көршілеріміз болатын осы отырған той өз төртеуімізде. Сол дәстүріміз жалғасып, ауылға келгенде шайларымыз ішіп, бөлісіп жүре берейік. Басымыз аман, деніміз сау болсын, жақсылықта болайық. Балаларымыз, немерелерін қызығын көріңіздер. Тойларымыз тойғыласып, немерелерімізді ұзатып, немере келін алып, сол тойда бәріміз осы куә болып жүре берейік. Айналайын, рахмет. Құрметті Қойдас ауылының ағалар, апайлар, бұл ауылдарыңызда үлкен бір ерекше той болып жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Осы ауылдың азаматтарына бір жағынан Дәулет аға, туған күніңіз қайырлы құтты болсын. Ең басты деніңіз сау болсын. Апай екеуіңіз бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Бұл жарыс негізі қысты күні бір Өскеменде үлкен жарыс болған. Сол жарыста оларда Қуаныш отыр, Сұңғат, Нұрбек бәрін бірге болып. Сол кезде айтқан, осындай май уақытында ұстазымыздың туған күні болады, жетістікке толғаш деп. Соны ұйымдастырсақ деп. Жігіттерге рахмет, молодецсіңдер. Ұстазымда шәкірттің шәкірт болады, шәкірттеріңіз артыңызда етіп қойған. Енді осы жақсылығыңыз ұзағынан болсын. Барлықтарыңыз аман сау болыңыздар, ауылдарыңызда той бола берсін. Біздің Қалғұты Ақши командасы атынан айтып жатыр текті. Спортшылар тек қана денсаулық сіздерге амандықта болыңыздар. Осындай жарыстарда кездесе берейік. Әлі осы Қойдас ауылында талай жарыстар өтеді деп сенемін. Ол бәрі сіздің шәкірттердің арқасы. Біз өте қуаныштымыз. Тойларыңыз той болсын. Ассалаумағалейкум. Құрметті Қойдас ауылының тұрғындары, туыстары, жақындар, өзімнің елуден асқан спортсмен жігіттер, бәріңізге жалын сәлем. Ақсуат ауылынан Қойдас ауылына мен екінші келіп көрдім.
Енді осы көктем уақытында келеміз бір. Табиғаты да бағанадан қарап жүрмін. Таудың бәрі қар, керемет жерде орналасқан ауыл екен енді. Иә, жұмақ мекен деген секілді ғой. Туған жері. Өзіміз Ақсуаттан әлгі тақыр жерден келгеннен кейін бізге бір керемет жер болып қалды. Тұратын жер екен негізі, иә. Ал енді аға, мынау керемет туған күніңіз болып жатыр екен. Сізді танып білгенімізге өте қуаныштымыз. Мынау 70 жас деген енді әркімге бере бермейтін жас қой. Аллаңыз бақытын көрсін. Үлкен ұстаз болған кісі екенсіз. Бағанадан көріп жатырмыз. Ауылдастарыңыз, оқушыларыңыз керемет екен. Сондай бір адамды сондай бар кезінде құрметтеп жүргенге не жетсін. Оның бәрі сол сізге деген құрмет ілтипат. Сіздің енді көргеніңіз, білгеніңіз ғой енді. Сондай енді осындай қуаныш той жалғаса берсін. Деніңіз сау болсын. Бала шағаларыңыз аман болсын. Жақсылық болсын әрқашан. Мереке бірліктеріңіз кетпесін. Аман болайық жақсы. Рахмет көп. Рахмет айналайын. Құрметті спортшылар кішкене шыдаңыз керек. Иә, сәл сабыр, 10 минут шыдаңыздар. Енді кісіден қол аяқтарыңыз шыдамай өтіп жүру керек. Қазір осы астан кейін Ақсуатпен қой тасталу керек. Сондықтан да енді іштей дайындала беріңіздер. Ақсуатқа көмір тамақ беріңіздер. Қадірменді қауым, мен Дәулеттің қарындасы, іңкәр деген адам боламын. Енді көпшілік мені таниды осы жерде. Енді құрметті туған туысқандар, құда жекжат, класстастар, осы жердегі аға бауыр інілер. Бүгін мінекей біз әкем атын суарған, анам талай су алған, өзіміздің кіндік қанымыз тамған, балалығымыз өткен, жастық дәуреніміз өткен, өзіміздің қасиетті қойтасымызда, міне қойтасымыздың төрінде үлкен шара өткізіп жатырмыз. Мен жарықтық әкем мен анамды осы отырған қауым көпшілігі біледі. Әкем сондай көпшіл адам еді. Қазір төбесі қандай көкке жетер еді деп ойлаймын егер осыны көргенде. Сол әкем біздің кішкентай кезімізде есімде бір үлкен адам еді. 70-ге таяп қалған адамдарды үйге ертіп келетін да бізге сондай бір үлкен құрметпен мына аталарың 70-ке келіп қалды. 70-ке келді. Құрметтеңдер деп сондай бір керемет көңіл күймен бізге атамызды таныстыратынбыз. Енді сол атаның жасына міне өзінің ұлы Дәулет 70-ке толып отыр бүгінгі күні. Сол кезде бізге өте үлкен адамдар болып көрмесін. Қазір енді ағамыз Құдайға шүкір жап-жас. Тепсе темір үзетіндей көріп отырсыздар, азамат 8 қырлы, 1 сырлы, оны барлығы біледі. Осы жерде отырған адамдар көпшілік. Енді Құдайға құдіретке мыңда бір тәуба дейміз, шүкірлік дейміз. Мінеки еліміз, жеріміз бізді сондай керемет құрметпен қарсы алып жатыр. Төбеміз көкке жетіп жүр. Міне 2 күн болды. Класстастарымның тіпті балалары, келіндері құшақ жайып қарсы алып, бізді мінеки күтіп жатыр. Бүгін мінеки мынандай көпшіліктен жиналып отырғаны оның өзі бір ғанибет. Енді осы ағайыма ұзақ ғұмыр тілеймін. Енді қосағы баянды ертіп, мына баянын көтеріп, 100-ге келсін. Иә, қос баянды. Шөбере сүйсін, шөберенің қызығын көрсін. Енді барлығымызда осы бір ата-анадан 8-біз ертеге кеттік енді туған жерімізді тастап, бірақ та қатты сағынып жүреміз, аңсап жүреміз, сөйтіп жүріп мінекей келдік, ауасын сондай жұтып қоймай жатырмыз.
жан-жағымызға қарап көзіміз тоймай. Менің шешем негізі Марқакөлдің тумасы. Ертерек әкеміз ерте бала кезінен әкелген ғой. Ол кезде енді мынандай қатынас жоқ. Шешем елін сағынады, жерін сағынады. Өзі сондай биязы, кірпияз, сондай адам болды, енді көпшілік біледі. Бір сызылтып салатын әні болатын. Елін, жерін сағынып, жылдап көрмейді туыстарын. Сонда бір салатын әні бар еді. Сол әнін қазір ағайымыз екеуміз сіздерге айтып орындап берейік деп тұрмыз. Қымбатты ауылдастарым, міне бәрілеріңіз жақсы қоз айтып жатсыздар. Осы қойтасының тумасымын. Әттеген деген бір ой бар менде. Осы спорт залы жоқ. Осы өкір ағамыз, бүркітойға жүгіреміз, легкий атлетикаға жүгіреміз, футбол ойнаймыз. Соның ақырында ойлаймын осы. Әнші де, биші де осы ауылдан шыққан өте мықты табиғат жарасы. Жақсы жігіттер осы ауылда деп ойлаймын. Осы ауылдан өзім шықтым. Осы Дәулет ағайға мыңда рахмет. Спорт залы жоқ, шаңдатып, құлқын жанында ойнаймыз. Шаңдатып Бурабайға барамыз. Үлкен арасына футбол болса бірге іздеп, үлкендеріміз теуіп жүрсе қорқамыз ғой. Арамызға осы ағайымыз түсіп жүретін. Сондықтан осы ауылға міне спорт залға өте қуаныштымын. Әттеңе кезінде болса неше түрлі біздің
Қазақстан чемпионы ойнайтында жігіттер үші көп болды. Соның қан қойып қан жібермейді. Осы спортсмендер ауылда естіп жатам, көкпарда, әнші да, күйші да деп. Енді тілейтін Дәулет ағай сізге өмір жасыңыз ұзақ, әрқашанда биіктен көріне беріңіз. Біз сізді алғыс сөздер сыйлаймыз. Сол жоғалмасын деп бауырын тауып қуаныш бауырыма рахмет айтам. Восток стадионда менің атым шығып жатқанда футболмен жүгіріп келді. Қойтасын жігіттің чемпион болды ғой деп. Сол себепті әр кезде де алпысқа толсақ та осы бауырыма мыңда рахмет. Қалдырмайды, аға дайындал, дайынсың ба, дайын емеспісің бе? Осы жігіттердің арқасы деп ойлаймыз. Жүгірмесек әлде қайырларымыз отырған міне сіздің жолыңыз болып. Сол кісілердің жолдарын білесін, мына отырған спортсмендерге, бәрілеріңізге сәттілік тілеймін. Аман есен болыңыз, қайда жүрсеңдер жұртында жолдарыңыз болсын, алда қолдап жүрсін. Дәулет аға, бақ-дәулет берсін басыңызға, ғұмыр жас берсін жасыңызға. Жын шайтан, анау мынау жоламасын қасыңызға. Ал енді, құрметті ауылдастар, міне бүгін біздің ауылымызда кешеден бері ұлы той болып жатыр. Дәулет ағамыз, енді біз ең бірінші Дәулет ағай бізге 3-ші класста, бұл кісі 8 қырлы бір сырлы жігіт қой, жігіттің төресі. Қазір біз 70 деп кім айтады Дәулет ағамызды. Дәулет ағамыз 3-ші класста бізге амфиде сабақ берген. Біз қазір хорды айтқан кезде бәр жерде жақсы айтады. Онан кейін Дәулет ағамыз бізге физкультурада да сабақ берді, ЕМП-да сабақ берді, қоғамтану тарихта сабақ берді, барлық. Содан кейін біздің 70 жылғы түлектер 80 жас бітірген. Дәулет ағайымызды әрқашанда ұстазымызды, әрқашанда қай жерде көрсек те қашанда қуана қарсы алып, қуанышпен ағаның мерейтосы 70 жасы Қойтаста өтеді дегенде ат салысып қуанып міне класстар келіп тұрмыз. Ал енді міне тойға жиналған қауым, барлықтарыңыз дендеріңіз сау болсын, басыңыз аман болсын. Енді үлкен ағаларымыз, төрде отырған ағайдарымыз, сіздердің жолдарыңыз Дәулет ағайға беріп жатса, Дәулет ағайға біздің жолды берсін деп отырмыз. Ал енді спортшы қауым, волейболшылар, барлықтарыңызға дендеріңіз сау болып, әрқашанда өсіп, өзіміздің ауыл болсын, күршім болсын, қай жерде болып жатқан сізден қалмай, осы қатысып жүрулеріңізді тілеймін. Ал енді қайырлы күн, құрметті тойшыл қауым, үлкен апайлар, ағайлар, сіздердің жарқын жүздеріңізді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздің ауылымыз Қойтаста дүркіреген бір есте қаларлықтай бір той өтіп жатыр. Бұл тойдың себепкері енді міне біздің Дәулет ағайымыз. Енді аға, сіздің бүгін келіп жеткен 70 жас мерейтойыңыз қайырлы құтты болсын. Сізге енді ұзақ өмір тілеймін. Мына ұрпағыңыз аман есен болсын, көбейе берсін, көркейе берсін. Баян апа екеуіңіз бірге қартейіп, енді қартейіп тұрған жоқсыз бірақ. Енді Дәулет ағай бізге ылғи айтатын, аңарым бір төбе, салтанатым бір төбе деп, енді сондай сіз бізді ылғи айтып жүргенде қайтып келмеске енді алып ұшып жеттік. Енді тойға ұлассын, ылғи осындай біздің ауылымызда той болсын. Енді міне өзімнің артымнан ерген бауырым қуаныш тілегім, сен үшін сенің бүгін туылған күніңмен құттықтаймын. Отбасымызда аман есен, өстіп ағаларың жолын беріп, жақсы. Алла тағала мен саған екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Енді спортшы қауым, сіздерге сәттілік. Ал енді құрметті қауым, бүгін міне сағынып ауылымызға жетіп келіп, Дәулет ағамыздың арқасында. Дәулет ағамыз бүгін 70-ке толып, 70 жас деп айтатын емес, Дәулет аға бағанадан қарап айтып қоямын, 70-ке жасқа толғанға ұқсамайды деп. Иә, тілек өзін сақтасын, сізді аман есен болыңыз. 100-ден асыңыз 120-ға келеді деп сенемін сізді. Бұрынғы кездегі үлкен кісілер 70-ке келген кезде сәтсем қартайып таяқ ұстап, еңкейіп жүретін енді. Сізге қарағанда енді сондай кішкене, сізге қазақтарға кішкене құдайым жас беретін сияқты. Баян апай екеуміз енді
қазір сізге айтуға болады, енді ақсақал сартысты болып, бірге қартаюларыңызды нәсіп етсін. Бір жастықта аман есен болыңыздар. Міне балаларыңыздың қызығын көріп, осы балаларыңызға рахмет, осындай дүбірлі той жасап, міне бауырларымыз Сұңғатпен мына қуаныш бастап, осы іс-шараны, осы бауырларымыздың арқасында осы Қойтасқа келуді барлығымызға нәсіп етті. Әйтпесе, енді Қойтасты сағынып, осы Қойтасымыздың самал желін сағынып, сөйтіп жүрдік. Бүгінгі күні міне жақсы, бәрімізді мәре-сәре болып, осындай күй кешіп жатырмыз. Өте жақсы той болып жатыр. Есте қаларлықтай спортшылар барлығы спорт ойындарын ұйымдастырып өте жақсы, ризамыз. Барлықтарыңызға рахмет. Сол енді Дәулет аға, сізге ұзақ ғұмыр тілеймін. Жақсы болып, бақытты болыңыз, балаларыңыздың қызығын көре беріңіз. Бүгін тойға жиылған қауым, енді Дәулет ағайымыздың 70 жасы қайырлы құтты болсын, басыңызға амандық, деніңізге саулық, ойлаған арман тілектердің барлығы орындала берсін. Енді бізге спорттық жағы бермесе де, ұстаздық жағы беріп, біз сіздердің жолдарыңызды қойып ұстаздық болып жүрміз. Қазір осында отырған міне Башагүл апайымыз, Тебек ағамыз бар. Осы кісілердің жолдарын болып, қазір өзіміз ұстаздық жолда жүрміз. Енді сіздерге де барлықтарыңызға дендеріңізге саулық, амандық, спорттың ең мықтылары алға шықсын. Қалғандарыңызға енді бәрімізге сәттілік тілейміз. Жақсылық, амандық болсын. Құрметті Қойтастықтар, Дәулет аға, бүгінгі туған күніңіз қайырлы құтты болсын, деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын, бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіз. Не айтамын? Дастарханыңыз ыңғай осындай қуанышқа жайылсын. Ал енді қуаныш бүгін туған күн қайырлы құтты болсын. Не айтамын? Денің сау болсын, осы спортта әрқашан Сұңғат екеуің алда көріне беріңдер. Ал сол үшін. Тілектер кешке айтыла бастайды. Бүгін өзі көптеген бұрыннан бері бір нелер болып жатыр. Бұл спорт сайысы неге болып жатыр деген әңгіме туындайды. Былтыр Елтай ағамызда бір Мәжік Баққан деген ағамыз бар. Білесіздер, белгілі спортшы, ол кісі мен өзім ұстазым ретінде санаймын. Сол кісі 60 жасқа толды, алдыңғы жылы кетті. Сол тойда отырғанда бүкіл оқушылар көтеріп, үлкен жарыс өткізді, күшімді білесіздер. Үлкен той жасады, сол кезде мен ой туды. Бізде неге осындай дүние жасамасқа деп. Содан осы мына Сұңғат екеуміз ақылдасып келсек, Дәулет ағайдың жасы да барлық жағынан келіп екен де. Осы ұсынысты екеуміз қостап қуып алдық. Енді бақыт деген немене? Бәріміз әртүрлі айтамыз ғой. Бақыт деген таңертең Дәулет аға 70-ке толды, туған жерінде таңертең тұрды. Өзінің осы мектеп өмір бақи жұмыс істеген мектебі, мынау есік мектеп. Осы жерде міне тұр, бүкіл жолдастарының ортасында, бүкіл отбасының, балаларының, немелерінің ортасында. Енді бұдан артық бақыт деген білмеймін. Біздің қазақ әбден өзіңіз білесіздер, ас беріп жатады, бәлем болды. Ол неге өткеннен кейін еске алып жатады. Оны мен ойлаймын, ешқандай да енді өз көз көрмеген нәрсенің. Ол үлкен мәртебе, мынау енді елге келіп, қыстырақ бүлдіргенде өзендерін, жағанда сайрап өскен өрендерін. Мен едім соның бірі қарыздардың әлі де аз сіңірген өзен белін. Қашанда қарыздармен елім саған, анамсың алыс жүрсем көбін саған. Жүректің арына ыстық махаббатын, туған ел берер көп мен саған. Солай батайымыз Қойтаста туып өстің, Қойтаста ел жеттің, Қойтаста үйлендің, Қойтаста бала сүйдің. Қойтастаған ыстық елінде сонау Қалбатауда емес, осы Қойтаста келіп 70 жылын тойлап жатқаным. Заман сүйіндірсін. Алла берсе 98-іне келіп. Рахмет.
Abi kusura bakmayın. Ayadık bak. Abi şöyle dese. Abi dedi. Başka üstüne sabırlıyım. Abi bir 98 yaptım. Kalan iki özün bakan kulasını verin çıkar. Balkara kulasını verin çıkar. Ben 98'de topladım. Koyarda. Turar Kakol'da 91 yılda 70 yaşını toylap. Kasem Mas. 80 gün Kakol'da Şam'dan belge. İyiyim duran. Ağzına 80'den başka süs İyiyim. Öyle Allah gazeteli çıkarsınız. Allah Teala bir gazete yazmış. Bu gazeteli Kasem söyledi. Bu da kodreti 80'e karşı oldu. Ha, onda kasene bildik de. Benim 98'de bir gidip daha boklar çıkıyor da şimdi. 98'de tamam şeydi. Yüzlüğün dek diye dostlar. Dek diye deşne. Deşne diye saytan adammıştır. Çoktan olsa 98'de gelip o diyara kızlık yarı olur. Osman'ın nemirilerini şöbürelerini kızılmalarına casın beypşeğinin birge. Beypşeğinin birge vakit duruma geçinler. Yine devletмен birge жүрдік, бірге тұрдық, бірге киіз життік, бірге шапқыладық, бірге орыстарды күттік. Енді ол өмір. Бәкең саған айтарым, ауырмайды, қартайғанда неше түрлі ауру пайда болады екен. Неше түрлі тізе қақсайтын ауру. Бел ауру. Құлақ ауру. Дейсің одан кейін аяқ болды. Бел құланы, басым ашанның көріп құмары, өрістен қайтқан түл даусын аңсап, ауылға кеткім келіп тұрады. Ей, жайнаған гүлің, айналаң нұрын төгіп тұрады. Беріліп күйге, сағынсам кейде, ауылға кеткім келіп тұрады. Сағынсам көлің, қалт етсе қолым, ауылға кеткім келіп тұрады. Самалды желі қылады, санамды ауыл жеңіп тұр әлі. Ән салған кештер есіме түссе, ауылға кеткім